мен өзімді қысқаша таныстырып өтейін. Енді Бақыт Нұрәлібай, Тиек Кейдер деген өзімнің жеке парақшам бар, осы әлеуметтік желіде, ютубта. Енді сол сіздердің мына Димашпен болған концерттен кейін бір фурор болды десе де болады. Шынымен азаматтар қызығушылық танытып, сіздің ә, ә, енді бұл бала кім деп сұрап жатыр. Иә, концертке қалай келді деген. енді ең алдымен бастайық. Жанель деген кім, неше жаста, және де Испанияда қаншадан бері тұрып жатыр? Сол сұраққа жауап берсеңіз. сәлеметсіз бе? Менің есімім Жанель. Жасым 15-те. Мен қазақпын, Астана қаласынанмын. Әм, Кішкентай кезімнен ән айтуды ұнатамын. Мен көп конкурстарға қатысып, бірінші орын, гран-при орындарын жеңіп алғанмын. Және қазір 5-ші сыныбында қазақ ұлттық өнер мектебінде оқығанмын. Және 2022 жылы отбасымызбен Испания, Аликанте қаласына көшіп келдік. Енді мен айтып кетейін. Сол 2022 жылы жанұямызбен, жолдасымның жұмыс бабымен осы Испанияға көшуді шешіп, көшіп келдік. Негізі біз көп балалы семьямыз, жанұямыз. Менің бес балам бар. Жанель осы үшінші қызым. Үш қызым, екі ұлым бар. Жанель сол үшінші қызым. Негізі біздің жанұямызда осы менің жолдасым Шымкент жақта Шілік ауылынан өте өнерлі жанұядан шыққан. Өзі домбыра да ойнайды. Және атамыз, енді әкеміз, жолдасымның әкесі, қайынатам бірнеше аспаптарда ойнаған. Бүкіл туыстарының бәрі аспаптарда ойнайды. Музыкадан хабары бар. Музыканттар ауылдың жаңағы ансамбльдерін құрып ойнап, жаңағы шетінен бәрі домбыра тартады, ән айтады. Неше түрлі аспаптарда ойнайды. Содан енді Жанель қызыма дарып отыр. Сол 5 жасынан жаңа өзі айтып өтті. Ән айтуды жақсы көреді. Содан 5-ші сыныпта жаңағы ұлттық Айжан Мұсақожаеваның атындағы ұлттық өнер мектебіне емтихан тапсырып өтіп, эстрадалық вокал бөліміне түсіп, 2 жылдай оқыдық. Содан енді Испанияға көшіп келдік. Содан осы жерде сол 2022 жылы Испания бала даусының конкурсы болып атқанын естіп, соған тапсырыс бердік. Содан біз топ жарып, бүкіл испандықтарды артта қалдырып, осы бала дауыс, Испания бала дауысы 2023-тің финалисті болды ғой, Жанель. Бүкіл испандықтарды таң қалдырып, сонда Жанельге үлкен талап қойды испандықтар. Сен әнді жақсы айтасың, даусың керемет, бірақ деді, бұл ұлттық арна болғандықтан сен испан тілінде телевидениеға шығасың, испан тілінде таза сөйлеу керексің деп. Келгенімізге 3 ай болған. Сонда 3 айдың ішінде Жанель қызым күні түні испан тілін жаңағы мұғалім жалдадық. Содан мұғалім жалдап 3 айда тілді меңгеріп, испандық телешоуда шықты ғой. Сонда үлкен Жанель негізі әлі жасы, енді биыл 15-те, осы 15-ке келді ғой. 12 жасында сонда үлкен бір не көрсеткен. Өмірлік бір жеңіс болды біз үшін, біздің жанұямыз үшін. Көп адам жазып жатыр, көп адамға бұйырмайтын бақ, мынау бақытты қыз деп, Димаштың концертінде ән айту деп. Енді Димаштың концертіне ән айту деген қалай болды? Бұл алдын ала жоспарланды ма, әлде аяқ асты сол жерге барып сахнаға шығып кеттіңіз бе? Көпті мазалаған сұрақтың біреуі осы. Сол сұраққа жауап бере кетсек. Мен Димаштың Испания фан-клубының мүшесімін. Алдыңғы жылы олар бір челлендж істегенде, біз осы челленджде қатысып, Димаш Испанияға келді деп, сол 1 жыл бұрын
Содан кейін билетті алып алдық концертіне. 7 қарашада препарти болған. Димаш фан клуб ұйымдастырған препарти болды. Мен сол жерде махаббат бер маған, ұмытылмас күн деген әндерді орындадым. Испандықтар, сол жерде көп адамдар болды, испандықтар да болды, Испания адамдары болды, Мексика, Перу, Чили, Португаль, Франция, көп елдер болды сол жерде. Олар барлықтар қазақ мәдениетін қатты жақсы көреді, қазақ тілін қатты жақсы көреді, және Димаштың әндерін жатқа біледі. Мен сол препартиге ұлттық киіміммен келдім. Осы ұлттық киімімді Қазақстаннан алып келдім. Сол бір жыл бұрын, бір жыл бұрын жаңағы билетті алып, енді біз мүшесі болғандықтан олар, біз білдік қой, алдын ала бірінші күні сайтта билет сатылып бастағаннан біз сол күні сатып алдық билетті. Содан біз әр жылы жазда өзіміздің ауылымызға барып тұрамыз. Қазақстанды әр жылы барып тұрамыз. Сол кезде біздің сол препатиіміз бар, жаңағы ертесіне Димаштың концерті бар, соған біз енді қазақпыз, әдемі ұлттық киім тіктірейік деп, арнайы ұлттық киім тіктіріп, көйлегімізді солай дайындалғанбыз. Өйткені енді бізге қарап қазақты көреді, содан киіміміз де әдемі болу керек. Өлеңді де жаңағы Димаштың өлеңдерін айтамыз. Енді негізі Димаштың концертіне киіп барамыз. Басты не жаңағы препатида өлең айтатын болдық қой, Димаштың өлеңін. Содан кейін енді әдемі ұлттық киімде айтайық, жаңа үкісімен, бас киім үкісімен бәрін киіп, 8-іне концерт болса, 7-іне жаңағы бүкіл фан клубтар, 50-ден астам испан тілінде сөйлейтін 50-ден астам елдің мүшелері келді фан клубтың. Содан енді бәрі қазақ тілінде жатқа сөйлейді, қазақ тілін, Димаштың бүкіл өлеңін жатқа біледі. Содан Жанель жаңағы өлеңді айтып, енді ертесіне концертке сол киімді киіп бардық, мақтанып. Біздің енді ана жерде біздің елге деген махаббаттары, олардың біздің мынау отанымызға деген нені одан да махаббатымызды көтеріп жіберді. Олардың көзіндегі махаббатты көріп, біздің мақтанышымыз, міне біз қазақпыз деп, міне біздің ұлттық киім осындай әдемі, не деген сұлулық, не деген әдемілік деп. Солай. Енді жаңағы концерт негізі бұл біз үшін жоспарланбағанда Жанелдің Димашпен өлең айтатын біз білмедік. Бұл тосын сый болды. Өйткені Жанель сол жерде 5-ші қатарда отырып, енді жаңа әдемі көйлекпен отыр. Әрі біздің сол Испания фан клубының мүшелері де бәрі қасымызда отыр. Содан сондай жағдай болды, Димаш қазақтар бар ма деп жаңа сахнадан сұрады. Содан кейін мен қазақпын деп тұрдым да. Осы Димаштың фан клубы, Испанияның фан клубын көріп, әні Жанель тұр, ол қазақ, ол әнші деп, Димаштың кейін көріп, ал жаным сол қазақсың ба, ал келе ғой, шық сахнаға деп. Мен шығып қобалжып тұрдым. Сол адамдар көп, 20 мың адамды көріп мен қобалжып тұрдым. Димашты көріп қобалжып тұрдым. Айтатын сөздерімді ұмытып қалдым. Солай болды. Енді тосын сый болды бұл өмірде. Димаш аға өте қарапайым адам, жүрегі өте үлкен, ал тәрбиесі қандай тамаша. Мен үшін үлкен, мен өте алғысым шексіз Димаш ағаға. Солай болды, Димаштың концертіне дейінгі Жанель мен Димаштың концертінен кейінгі Жанельді қалай салыстыруға, танымалдық жағынан, енді Димаштың концертінен кейін оқу орнына барған кездегі не өзгеріс бар, танып жатыр ма, қалай болып жатыр? Димашпен бір сахнада өнер көрсетудің эффектісі бар ма?
Концерттен кейін маған көп испандықтар, көп шетелдіктер мен қасыма келіп менімен фотоға түсті және мені құттықтады. Қандай молодецсің сен, жақсы айттың ғой деп. Мен арманым орындалды. Және мен өте бақытты адаммын. Қобалжып тұрсам да мен өте бақыттымын, алғысым шексіз. Димаш ағаға көп рахмет Барселонаға келгеніне, және алғысым шексіз менің. Әрине, жаңағы мен айта кетейін, эффект болды. Жаңағы сахнадан түскеннен кейін көтерілген кезде Жанель басқа, сахнаға түскен кезде жаңа ерекшелігі, Жанель енді Димаштың қасында тұрғаннан кейін ба былай Жанельдің Жанельді ұстағысы келіп олар, жаңағы Димаштың несі әсері бар ма деген сияқты қатты өте жақсы көреді Димашты соншалықты. Содан енді танымалдығы да өсіп жатыр. Инстаграм парақшада да жаңағы қосылып жатыр нелері, не деп айтады, фолловерлері. Иә, содан өзінің консерваторияда, осы жерде Жанель консерваторияда оқиды, опера бөлімі бойынша. Сол жерде де бір мұғалімдері. Енді интернетте ашсақ болды, Жанель мен Димаштың видеосы тарап кетті. Сөз жоқ, біз интернетті ашқан сайын мынау Жанель айтады: мама, шын болды ма, мен түс көріп өңім ба түсім ба деп, жаңағыдай сондай әсер болып жатыр бізде әлі күнге дейін. Сол күннен кейін ұйықтай алдыңыз ба? Қалай болды ұйықтау жағы? Ұйықтай алмадым. Жоқ, ұйқы жоқ. Әлі ұйықтай алмай тұрмын. Үшінші күн болып жатыр, ұйықтай алмай жатырмыз. Димаштың концертінен кейін, сіздер енді ол жерде аяқ асты барып, аяқ асты сахнаға шығып ән айттыңыз. Енді біреулер айтуы мүмкін, менің карьерам осы жерде жабылады, енді мен сахнаға шықпаймын деп айтатын кісілер де болуы мүмкін. Бірақ Жанель бұдан кейін қандай мақсат қойды өзіне? Димаш Құдайбергенмен бір сахнада өнер көрсеткеннен кейін Жанель алға мақсаттары өзгерді ма? Қандай мақсаттар қойып отырсыз? Мен Алла қаласа үлкен әнші болғым келеді. Димаш сияқты Қазақстанды бүкіл әлемге көрсеткім келеді. Қазақстан танысын деп, бар әлем танысын деп, танытқым келеді Қазақстанды. Мен үшін осы үлкен сәт, мен үшін үлкен арманым орындалды, және мен өте бақыттымын. Мен өзім өлеңдерді жазам, өзімнің, және Алла қаласы жаңа әнім шығады, соны тыңдаңыздар. Менде жаңағыдай үлкен сахнаға шыққым келеді ғой. Сондай 20 мың адамдарға айтқым келеді. Сондай үлкен сахна. Сондай үлкен сахнаға шығып. Жанель одан кейін өзі ән шығарады. Бірінші әнім болған «Ояну керек» деген. Музыкасы меніңкі, бірақ сөзі Мұқағали Мақатаевтың. Содан кейін екінші әнім ағылшынша өзім жаздым, мелодиясы да меніңкі. Енді қазір испанша бір әнді дайындап жатырмын. Жанель сонда неше тіл біледі бас-аяғы? Мен испанша тілді білемін, қазақша, орысша, ағылшынша, және қазір французша тілді үйреніп жатырмын. Димаш Құдайбергенмен концерттен кейін тағы да сөйлесудің мүмкіндігі болды ма? Жалпы ол кісінің өкілдері, промоутерлер болсын, продюсерлер болсын, жалпы сіздермен телефон алмасып, бір болашақ жоспарлар туралы әңгіме қозғалды ма? Концерттен кейін мені Анеля деген оның менеджері шақырды. Димаш Ньюс деген сайтты
сол жерде сұрақтарыңыз иә, бар. сұрақтарым бар деп мен телефонымды сұрап алды. Мен оған жаздым, сұрап қойды сұрақтарымды. Иә, содан кейін шығарды мен Димаш Ньюс деген сайтына. Иә, одан басқа андай жоспар, Иә, ондай басқа талқыланған жоқ. жоқ. Тек қана сұрақтар болды. Жаңа өзіңіз айтқандай, кім бұл, қайдан келген қыз, қандай қыз, өйткені оған да тосын сый, осындай көйлектеп отыр бір қыз. Өзі айтты ғой, 20.000 испандықтардың ішінде жалғыз өзің не істеп жүрсің, мынандай әдемі көйлек киіп деп солай айтты ғой. Испанияда қанша уақытқа бардыңыздар? Тұрақты тұруға бардыңыздар ма, әлде Қазақстанға қайтып аласыздар ма? Және де Жанель кішкене мынау жұлдыз ауруына шалдығып Димаштың концертінен кейін сабаққа барғысы келмей қалып жүрген жоқ па? Жаңа ұйықтай алмай жатырмын деп жатыр. Сабағына кері әсері тиіп жатқан жоқ па? Сол жағын айтып өтсеңіздер. Мен ұйықтай алмадым, иә. Бірақ Сабаққа бардым. Сабаққа бара жатырмын енді. Бірақ енді әлі сол сәт туралы ойланып жатырмын. Ай, қандай күшті сәт болды. Мен үшін ұмытылмас күн болды ғой, кәдімгідей. сол әндегідей, Иә, әндегідей ұмытылмас күн болды. Біз енді отбасымыз жайлы айтайық, жоспарымыз. Негізі бір жылға келген болатынбыз. Көрейік қалай болады деп. Содан жұмысымыз, жолдасым жұмысы жақсы болып, өзіне ұнап, жұмыстарымыз жүріп кетті. Одан ары Жанель жаңағы келген жылы, жаңағы бала дауысы Испанияның жұлдызы болып кетті ғой. Біз Испанияда өзіміз жұлдызбыз жүрген. Испандықтар Жанельді таниды, көрген кезде сен Жанель емессің ба деп жаңағы танып, испандықтар білет Жанельді. Содан ғой Жанель испаншада жақсы сөйлейді, таң қалады. Осы жерде телевидение шақырып, журналистер жаңағы Жанель туралы статьялар шығарып, одан осы мэр дейді, әкім, осы біз тұрған қаланың әкімі келіп Жанельден жаңағы автограф алып, бұлар әншілерді өте қатты құрметтейді. Білмеймін неге екенін. Сондай бір білмеймін, сондай мен таң қалам Жанельге. Банағы мен концерт істегім келеді деп Жанель ковер концерттер істейді. Иә, Мысалы жаңағы Адельдің өлеңдерін айтамыз, ағылшынша өлеңдер, испанның осы жердегі танымал өлеңдерді айтып, өз дамығысы келеді. Сонда концерт істеуге бола ма деп жаңа әкімшілікке барған кезде тегін жаңағы бізге концертный зал береді, еще үстінен Жанельге ақша төлейді концерт істеген үшін. Содан өзі консерваторияда оқығаннан да сондай не, өткен бұлар сондай консерваторияның нелерін, студенттерін қолдайды солай. Тем более Жанель жаңа финалист болып тұр ғой. Осы қаланы біз осы жерге келгенде енді біз документтер істеп, сол кезде енді документтеріңіз қайдан деп сұрайды ғой. Біз енді қазақстанский документпен емес, Испанияның мынандай уақытша удостоверение береді, сомен өттік та. Сонда осы адрес, мысалы осы тұрған ауылымыздың адресін беріп, осы ауылды шулатып жатырмыз да. Сонда бірақ ол жерде де сен қайдансың деп бір не сұрады. Жанель, мен Қазақстаннанмын деп. Ой, қандай керемет, басқа елдерден келіп жатыр бізге. Сонда испан тілін сен қалай білесің? Сонда қанша жыл тұрасың дейді. Жанель, 3 ай тұрам деген кезде олар құлады ғой. Қазақтар соншалықты интеллигент деген бұл жерде анандай өте ақылды деген сөз да. Сондай ақылды болып тұрсың ғой сен, өлең айтуың бір бөлек. Дауысың қандай керемет. 3 айда мынандай сен бізді түсініп тұрсың ба дейді да. Сонда иә, түсініп тұрмын дейді Жанель. Ағылшынша да сұрақ қойып жатыр, ағылшыншаны да айтып жатыр, испаншаны да айтып тұр, қазақшаны да айтып тұрмыз, орысшаны да айтып тұрмыз. Содан бұл жерде Жанельді қатты қолдайды. Енді біз сөйтіп қалып кеттік та. Бірақ содан қалғанда бәрібір біз елімізге қайтамыз. Қазір 5 жылдық бір құжатымыз бар, соны алып
одан осының банағы лавоз деп аталады, бала дауысы жобаны мен бір жыл өстіп не болып жүрдік, қалай айтады, жаңағы звездный немножко болезнь деген сияқты сондай бір Эйфорияда, Кореяда жүрдік бір жыл. Сөйтіп жүргенде үлкен қызым менің осы жердің мектебін бітіріп университетке түсіп кетті. Бұл жерде жоғарғы оқу өте арзан. Содан одан тағы не стипендия алады. Сөйтіп жүргенде екінші қызым түсті. Енді екі қыз студентім бар. Енді Жанель жаңағы өзі финалист осы жердің. Содан жүргенде енді Димашпен ән айтып сонымен Испания бізге қалай айтса болады бір жағымды жағынан не көрінеді да, бірақ біз әр жылы сағынып Қазақстанды жарайды енді сәл өсіңдер, сәл үйретіп алайық, қыз бала, тем более менде үлкендерім қыз бала болып тұр да, бұларды мен шетелде енді білім бергім келеді, қыз болса да, бірақ бір өздерін жібере алмаймын да, содан өзіміз отырмыз енді. Жай мынандай жұмыстарды істеп жатырмыз, бірақ қыздарымызды, осы балдарымызды тіл білсін, білімді болсын деп, осы балдардың арқасында ұстап тұр осылар. Әйтпесе ертең чемоданымызды жинап екеуміз кетіп қалғымыз келеді. Жанель, енді жалпы осы Испаниядан кеткің келе ма, жалпы несімен ыстық, және де испан тілді Димаштың фан клубына бір испан тілінде сәлем жолдап жіберсең. Мен әрине қазір Қазақстан сағынам, қатты, себебі менің туған жерім ғой. Астананы қатты сағынам. Иә. Мен не қылайын, 3 өлеңі бар, сол бана ояну, 2 өлеңі қазір ағылшынша жаңағы, енді ояну керек, ол өзіне бүйтіп арнады да, андай, сол Мұқағали Мақатаевтың ұнады, жаңағы ояну керек, жаңағы тұрып қалмау керек, жаңағы бір талпыну керек деген іс-қимыл, бір өзінің осы творчестволық жолында мен тұрып қалмайын деп, сол бір лозунг сияқты сондай ән қылып біз сондай оймен шығарды да өзі. Ояну керек, талпыну керек, іс-қимыл керек, талпыну керек, ояну керек, керек. Алда бір асуат, талпыну керек, іс-қимыл керек, артыңа тастап, найзағайларды жасыны. Талпыну керек, көндіру керек барлығын, ешкімнің күтпей жарығын, ақтамай кешке жұмысыңның қалығын. Ал енді ол өлеңді біз Астанадағы немен студиямен жаздық. Ал енді екінші өлеңі ағылшын тілінде бәрі Қазақстан туралы. Ағылшын тілінде бірақ Астана туралы, өзінің кластастары туралы, Достарым туралы, өзінің балалық шағы туралы. Қалай аталатын еді? Place which to go. Мен сағынған жерлерім деген. Екінші енді қазір испан тілінде Микаса, менің үйім. Тоже сол жаңағы Қазақстан туралы бәрі. Бірақ басқа тілдерде не істеп отыр. Испан тілді Димаштың фан клубына испан тілінде бір сәлем жолдап жіберсеңіз деген. Әрине. Hola a todos, buenas noches, buenas tardes. Soy Janel Ali, tengo 15 años, soy la finalista de La Voz Kids 2023. Estamos aquí contando cómo pasó todo con Dimash, cómo ha pasado todo esto y cómo me he sentido cantando con Dimash. Y pues quiero agradecer a todos vosotros por ayudarme, por estar siempre a mi lado y por ayudarme a subir a cantar con Dimash y por amar Kazajistán, por amar el lugar de donde soy yo, por amar a Dimash. Muchísimas gracias y espero que nos vamos a ver otra vez. Кімге? Лаураға Laura. Y también quiero agradecer a los DIRS de España
por ayudarme a subir al escenario a cantar con Dimash, por apoyarme, por invitarme a pre-party, por todo. Quiero agradeceros por todo. Muchísimas gracias y os quiero mucho. Мәссаған. Құпия болмаса, көрермен білсін, қандай қызмет істеп жатсыздар, соны айтып өтсең, жаңа қарапайым деп бір ауыз айтып қалдыңыз, егер құпия болса, Иә, негізі біз астанада мен негізі бухгалтер жұмысын істегем, атқарғам. Содан ең соңғы балама декретте отырғам сол жылы, 2022 жылы. Ал жолдасым мемлекеттік қызметкер еді, кеден бекетінде мемлекеттік қызметте істеген. Бірақ кішкене сол 20 жыл істепті сол неде. Содан шаршадым, кішкене басқаша деп, балдар өсіп жатыр деп, бір өзгеріс не қыламыз ба деп өзіміз жоспарлап жүретінбіз. Қалай істесек, мүмкін бизнес ашамыз ба, мүмкін не ма деп. Содан осы жерде өзіміздің жолдастары осы жерде ресторан, кафе ашып, 5 жыл бұрын көшіп кеткен еді, бизнес ашып. Солармен ақылдасып, солар бізге кішкене жөн жобаны көрсетіп, бірақ қазір жолдасым логистика компаниясында істейді. Кәдімгі мынандай не трак драйвер, кәдімгі жүргізуші. Бірақ соның бәрі осы ұл қыздарымыз үшін сондай переворот болды бізде. Бәрін тастап. демек бәрін тастап, балалардың болашағы үшін үлкен инвестиция жасап жатырдар, иә? Иә, сондай инвестиция. Ал сіздерге рахмет, осынша уақыт бөліп, 2 күн ұйықтамаған Жанелді қинап, осылай сұхбатқа келгеніңізге. Ал енді Жанел, ұйықта, демал, енді болашақтағы өзінің жоспарын жүзеге асыру үшін де күш керек. Енді Димаш ағаңның жолын қуып, жаңа ұмытылмас күнің ұзағынан болсын. Іске сәт дейміз бәріңізге. Елге келіп тұрыңыздар, амандық болсын.